Созылмалы шаршау синдромы себептері, белгілері және емделу жолдары. Созылмалы шаршау синдромы бұл адамның күнделікті демалып, ұйықтағаннан кейін де кетпейтін үнемі шаршаңқы күйде жүруімен сипатталатын күрделі әрі нақты себебі белгісіз медициналық жағдай. Бұл тек физикалық шаршау емес, сонымен қатар ойлау қабілетінің әлсіреуі, көңіл күйдің төмендеуі, жүйке жүйесінің қажуы сияқты бірнеше белгілермен қатар жүреді. Созылмалы шаршау синдромы қалай пайда болады? Бұл синдромның пайда болу себептері әлі күнге дейін толық анықталмаған. Дегенмен дәрігерлер мен ғалымдар бірнеше ықтимал факторларды анықтап отыр. 1. Вирустық инфекциялар. Көптеген адамдарда созылмалы шаршау синдромы қандайда бір ауырғаннан кейін басталған. Мысалы, Эпштейн-Бар вирусы, герпес вирусы, цитомегаловирус. Коронавирустық инфекциядан, яғни COVID-19 індетінен кейінгі ұзаққа созылған белгілер. 2. Иммундық жүйенің бұзылуы. Ғылыми зерттеулер созылмалы шаршау синдромы бар адамдарда иммундық жүйе әлсіз немесе керісінше шамадан тыс белсенді жұмыс істейтінін көрсеткен. Бұл ағзадағы қабыну процесінің үнемі жүріп тұруына алып келеді. 3. Гормондық теңгерімсіздік. Мидағы кейбір гормондар, мысалы гипоталамус пен гипофиз қызметі бұзылған кезде, дененің энергияны реттеу жүйесі де бұзылады. 4. Психологиялық факторлар. Күйзеліс, ұзаққа созылған мазасыздық, ауыр психологиялық жарақаттар, мысалы жақын адамынан айырылу, зорлық-зомбылық көру, ағзаның жалпы жағдайына кері әсер етіп, шаршау синдромына ұласуы мүмкін. 5. Тұқым қуалайтын бейімділік. Созылмалы шаршауға отбасы мүшелерінде ұқсас жағдай болған адамдар бейім келеді. Яғни генетикалық факторда рөл ойнауы ықтимал. Созылмалы шаршау синдромының белгілері. Бұл синдромның басты ерекшелігі созылмалы, демалыспен кетпейтін шаршау. Негізгі белгілері төмендегідей. 1. Кемінде 6 айға созылатын себепсіз шаршау. 2. Ұйықтағаннан кейін де сергек сезінбеу. 3. Есте сақтау мен зейін қою қабілетінің төмендеуі. 4. Бұлшықет пен буындардың жиі ауыруы. 5. Тамақтың ауыруы немесе мойын мен қолтық асты лимфа түйіндерінің ісінуі. 6. Бас ауруы. 7. Жеңіл дене белсенділігінен кейін жағдайдың нашарлауы, мысалы, аздап серуендегеннен кейін бірнеше күн бойы шаршау. 8. Жарыққа, қатты дыбысқа немесе иіске аса сезімтал болу. Диагноз қалай қойылады? Созылмалы шаршау синдромын анықтау қиын, өйткені бұл ауруды дәлелдейтін бір ғана нақты талдау немесе құрал жоқ. Сондықтан дәрігерлер бұл диагнозды тек басқа барлық ауруларды жоққа шығарғаннан кейін ғана қояды. Алдымен дәрігерлер анемия, қалқанша бездің бұзылыстары, қант диабеті, онкологиялық аурулар, депрессия сияқты жағдайларды тексереді. Егер олардың ешқайсысы расталмаса және жоғарыда аталған белгілер кемінде 6 айдан астам уақыт байқалса, бұл созылмалы шаршау синдромы болуы мүмкін. Емі бар ма? Қазіргі таңда бұл синдромның нақты және біржолата емдейтін емі жоқ. Бірақ әртүрлі тәсілдерді біріктіріп қолдану арқылы адамның жағдайын едәуір жақсартуға болады. 1. Психологиялық және физикалық терапия. Когнитивті мінез-құлықтық терапия адамның ойлау және сезіну тәсілін өзгертіп, стресстен шығуға көмектеседі. Энергияны тиімді бөлу әдістері адам күнделікті тіршілігінде күшін үнемдеп жұмсауды үйренеді. Тыныс алу жаттығулар мен релаксация жүйкені тыныштандырады, ағзаны қалпына келтіреді. 2. Дәрі-дәрмекпен емдеу. Ауырсынуды басатын дәрілер, мысалы ибупрофен, парацетамол. Ұйқыны жақсартатын немесе көңіл күйді реттейтін антидепрессанттар. Иммундық жүйені реттейтін арнайы препараттар, кейбір елдерде клиникалық зерттеу кезеңінде. 3. Өмір салтын өзгерту. Дұрыс тамақтану, дәрумендер мен минералдарға бай тағамдарды тұтыну. Физикалық белсенділік, шаршатпайтын жеңіл қозғалыстар, мысалы, баяу серуендеу, йога. Тұрақты ұйқы режимі, бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұру, гаджеттерден алшақ болу. Статистика және деректер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, жер шарындағы әрбір 10 адамның бірінде созылмалы шаршау синдромының белгілері болуы мүмкін. Әйелдер бұл жағдайға ер адамдарға қарағанда 2 есе жиі шалдығады. Ең жиі кездесетін жас аралығы 30-дан 50 жасқа дейінгі адамдар.
Кейбір науқастар бұл синдромнан толық айығып кетсе, кейбіреулер ондаған жылдар бойы белгілерімен өмір сүреді. Қорытынды. Созылмалы шаршау синдромы тек жалқаулық немесе ұйықтап ала салса кететін шаршау емес. Бұл нақты физикалық және психологиялық белгілері бар ауыр медициналық жағдай. Оны түсіну, мойындау және дер кезінде дәрігерге жүгіну науқастың өмір сапасын жақсартудың алғашқы қадамы. Ең бастысы, өз ағзаңызға қамқор болу және ұзақ уақытқа созылған шаршауды елемей қоймау.